Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді шығатын күнжіт қосылған піспенін дайындаймыз. Ал керекті заттардың бәрін міндетті түрде астына жазып қалдырамын. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға қант және шым тұзды сеуіп, әбден араластырамыз қант ерігенше. Шамамен 2 минут көлемінде араластырамыз. Бәрін біркелкі етіп араластырып болған соң, үстіне бір дана жұмыртқаны саламыз. Сосын қалауыңыз бойынша жарты шай қасық ванилин салсаңыз болады. Сосын біркелкі етіп жұмыртқа ерігенше араластырамыз. Араластырып болған соң, артынан електен өткізілген ұнды салып, үстіне бір шай қасық разрыхитель салып, араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды ешқандай қолда былғамай, жай осындай лопата көмегімен не болмаса қасықтың көмегімен араластыра отырып илесеңіз болады. Жұп-жұмсақ қамыр осылай дайын болған соң, үстіне күнжітімізді сеуіп, қайтадан араластырамыз. Бір келкі масы болып араласқан соң, бетін кез келген пленкамен жауып, 30 минутқа тоңазытқышқа қатқанша қоямыз. Міне дәл осылай қатып шығу қажет. Қатып шыққан массамен бірден жұмыс жасаймыз. Дәл осылай формаға келтіріп, арасына ашық-ашық қылып, противеньге орналастырып шығамыз. Мен мұнда шай қасықтың көмегімен формаларды алып жатырмын. Егер өлшейтін болсаңыздар, шамамен 5-6 граммдай болады әр печеньенің салмағы. Қамыр осы салқындықты ұстап тұрған кезінде, дәл осы видеодағыдай тез-тез противеньге орналастырып шығу қажет. Әйтпесе қамыр еритін болса, онда жұмыс жасау сәл қиындау болады. Дәл осылай қолыңызды сулап алыңыз. Міндетті түрде баста қамырды алатын кезде де қолыңызды сулап алыңыз. 2 саусағыңызды сулап, осылай үстінен кішкене басып шықсаңыз да болады. Өз қалауыңыз бойынша кез келген форманы келтіре бересіз. Дәл осылай дайын болған печеньемізді 180 градусқа 8-10 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің печеньеміз дайын. Ыстық күйінде де дәмді болады, кепкен күйінде де дәмді болады. Әсіресе балаларға өте қатты ұнайтын болады. Міндетті түрде оп-оңай жасалатын печеньені дайындап, дәмін татып көріңіздер. Парақшаны қолдау мақсатында видеоға лайк басып, парақшаға жазылуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.